Президент сайлауы жаңа саяси дәуірге жол ашады. Осылай деген алматылық сарапшылар саяси зерттеулер орталықтарының мамандары өзара пікір алмасты. Олардың сөзінше, халық қараша айына жоспарланған сайлаудан зор үміт күтіп отыр. Тұрғындар ол ел тізгінінде қоғамды алаңдатқан түйткілді мәселелерді оңтайлы шешіп, мемлекетті әрі қарай дамытатын басшыны көргісі келеді. Яғни Қазақстанның дамыған демократиялық елдердің қатарына енгенін қалайды. Жиынға қатысушылар науқанның мерзімінен бұрын өтуіне сыртқы геосаяси және ішкі мәселелер себеп болды дейді. Қоғамда күтіп отырған әлеуметтік экономикалық мәселеге біз назар аудара бастадық. Енді бізде халыққа сайлаудан кейінгі олардың күтілетін нәтижелердің қалай орындалуы көп нәрселер толғандырады халықты. Бізде мысалы белсенділікті зерттеген кезде қазір халыққа респонденттердің 70% сайлауға қатысуға дайын. Сонда белсенділік танып отыр.